Ой, зор болды. Бір шаруам бітті, жұмысым бітті. Өзімді бір жақта болайын дедім. Бір тамақ іш, қарным ашып кетті. Бір шай тамақ болса. Қатын? Қатын? Нен настроениең жоқ, тыныштық па? Шаршап кеттің ше осы үйде. Тыныштық па саған? Мен де бір жұмыс істейінші, жаным. Мен де бір жұмыс істейінші. Шығаршы мені бір жұмысқа апарып, бір офисқа ма, бірдеңеге жұмысқа кіргізіп қойшы. Мен де отырайыншы. Басқа біреудің қатындары ұқсап, мен де бір үйге пайдам тисін да менің де. Жұмыс істеген емес. Мен сені жұмыс істетем деп алдым ба? Қай қазақтың жігітін көрдің, қай ата бабамыз көрдің, қатынына жұмыс істетіп қойған. Қатынның ақшасына күн көрген, оның табысына күн көрген, оның үй шақырып жұмсаған қай ата бабаңды көрдің? Мен саған не дедім үйленген кезде? Не дедім мен саған? Жаным, мен саған айттым, мен сені королева қылып үйде отырғызып қоямын дедім. Дұрыс па? Үйде отырасың, ешқайда шықпайсың, өзім асыраймын, өзім бағам дедім. Дұрыс па? Болды ғой, үйде отыра берсей. Енді ішім пысып кетті ше. Осы отқанда бар ғой, жарылайын деп отырмын, осы отқанда жарылайын деп отырмын. Ішің пысса, телефон тұр, телевизор тұр. Интернетке кірсем әлі телефон айфона бердім ғой. Интернетке кір, ана былығы батқан, қазіргі болып жатқан ұятсыз, арсыз нәрселерді көріп, соларға комментарий жазып, боқтасып, қырылып отырсай алдына арасында. Қойшы бәрін істеп қойған қызық емес. Онда ана былай істе. Қазір ана актуальный Назарбаев жаманда. Қазір ше күшті Назарбаев жамандасаң күшті біраз уақытың өтеді. Көріп тастадым бәрін. Түк қызық емес, жазып та тастадым бәрін. Ішің пысса сыртқа далаға шықсай, есіктің алдына шық. Ана 5 сиыр тұр. Соны сауа сал. Оның қаймағын қалқып ал да, сүтін пісіріп, оны ірімшік жасады, құрт қылып сата сал базарға. Тағы не істейін? Болмаса 8 бие тұр, биелерді сауа сал, қымызын апарып, тойханаларға өткіз. Қазір қазақтар той жасап жатыр. Мына есіктің алды қотыр-қотыр болып жатыр мысалы. Алдына бетон араластырды, стяжка қоя сал. Көп қой развлечение біздің үйде. Ана тандыр тұр, тандырған нан жаба сал. Рахат қой, иісі, нанның иісі деген. Малдың астына тезегін жинап алды, теппе жасап, қидан бүйтіп қалап қой сал, байланыстырып бір-бірін. Да ты что? Ага. Сосын? Жүда ештеңе таппасаң бейші қатыне. Анау соңға баршы, сөйтіп тағанша, соңға барып бір документтер өткізші. Анау Совет пен соның арасында біраз жүрсең, әжептәуір уақытың өтеді. Үйге бір өзімізге бір үй алатын бір әрекет жасасай. Бұл ішің пысатын нәрсе жоқ қой мына заманда айналайын ау. Рахат қой мына заман. Бірақ естіп қой, қатын айтқан, мен саған жұмыс істеткізбеймін. Қойшы сілер, жұмыс істеген несін? Мен сен үстіне бір ақша көріп, пайда көрейін деп алып